Тарихта ұсақ түйек деген ұғым жоқ. Кез келген адамның тағдыр талайында өзіне тән із қалады. Сондықтан да бұл жерде негізгі екпін еркіндік ұғымына түсуі тиіс. Өйткені еркіндік ұғымы бостандық пен тәуелсіздікке және ел ертеңіне деген зор сенімге жетелейді. Бұл еңбегіміз Қазақ хандығының 550 жылдығына арналады. Этносаяси жағдайдағы әлем тарихының қойнауында 15 ғасыр ішкі Еуразия кеңістігіндегі аймақтар үшін қайта түлеу кезеңі ретінде қалды. Өйткені сол кезеңдерде көптеген түркі мемлекеттерінің Қазан, Астрахань, Қырым мен Сібір хандығы мен Ноғай ордасы құрылып қалыптасты. Міне, Қазақ хандығының құрылуы мен оның ірі державаларының біріне айналуы және әлемнің саяси картасынан ойып тұрып орын алуы осы кезеңдермен тұспа-тұс келді. Оның негізін қалаушылар ұлы моңғол Шыңғыс ханның тікелей тұқымынан тарайтын сұлтандар болды. Олардың әр қайсысы түпкі шежірелері сол ұлы шығысқа барып тірелетін. Мәселен, Жәнібек хан Барақ ханның тікелей тақ мұрагері болды. Ал Керей хан болса Тоқтақия ханның немересі. Бұл екеуінің де ата тегі Шыңғыс ханның бөртеден туған ортаншы ұлы Жошы ханға барып тіреледі. Сондықтан да түбі туыс әрі әріптес ағайындылар өз өмірлеріндегі басты армандарын ақиқатқа айналдыруды ұзақ уақыт ойластырды. Дегенмен, екеуі де 40-тың қырқасына шыққан кезеңдерде соңғы шешімдерін қабылдап, көшпенді халық арасында хандық құруды қолға алды. Алайда хандықты құрудың алдында көптеген мәселелер туындады. Соның бірі әрине ішкі саяси жағдайлардың шиеленісуі болды. Атап айтқанда, жеке мемлекет құруға ұмтылуда шаруашылық, тілдік және мәдени қатынастардағы қиындықтар болса, тағы бірі сыртқы себептер. Әсіресе шайбаниттік әміршілердің ұзақ уақыт бойы өз ұрпақтарына Шығыс Дешті Қыпшаққа саяси тәуелсіздік әперуге үнемі қамқорлық көрсетіп, ұдайы тырысуы болды. Соның нәтижесінде Әбілқайыр ханның қолдап қолпаштап бүлік салуымен Жәнібек пен Керей Моғолстаннан көшіп, Шу өңіріндегі Қозыбасы аймағына келіп қоныстанды. Алайда мұнда да өзбек ұлысына деген маңайындағы сұлтандардың саяси салқын көзқарастары бар болатын. Жәнібек пен Керей аз уақыт ішінде күш біріктіріп, билігін бекіте түсті. Билер соты мен салық жүйесін құрып, территориялық шекараларын кеңейтуге тырысып бақты. Бұған наразы болған Әбілқайыр жаңадан құрылып жатқан Қазақ мемлекетінің үкіметін талқандау үшін жас хандыққа өз әскерін қарсы қойды. Алайда өз дегеніне жете алмай жол сапарда көз жұмады. Оның қазасынан кейін туыстас көшпенді халық өкілдері арасынан Керей мен Жәнібек құрған хандықты жақтаушылар қатары тек көбейіп отырды. Кейіннен бұл жердегі орын алған оқиғалардың барлығы да оңтүстік шығыс өңірдегі түркі тілдес көшпенділердің саяси тұрғыдан шоғырланып, нығаюына және оның арты қазақ халқының қалыптасу үдерісінің соңына айналды. Ал Жәнібек ханның осылайша хандық құру құрметіне орай мемлекет атауы Қазақ деген этноним сөзімен бекітілді. Осылайша өзін-өзі жаңа ұлт ретінде құрған ел шекарасын қазақ жері ретінде бекітіп, даму жолына түсті. Әбілқайыр ханның өлімінен кейін Жәнібек пен Керей оның территориясының көп бөлігін өздеріне қаратты. Олардың қатарында Сырдария маңындағы қалалар мен сауда-экономикалық орталықтар және көпестерге қызмет көрсететін жерлер, Сығанақ қаласының маңындағы үлкенді-кішілі қалалар мен Созақ секілді өзге де әкімшілік аймақтар бар еді. Өз халқының сенімге беріктігімен және зор күш қуатымен жаңа хандық өзінің әлеуетін арттырып, аймақта Қазақ хандығының құқықтық мәртебесі нығая түсті. Алайда алдымен Жәнібектің, содан соң Керейдің қазасынан кейінгі кезеңдерде олардың мұрагерлері арасында өрбіген ел мен жер үшін болған шайқастар 3 ғасырға созылды. Бұл жер бүгінде Қазақстан деп аталады. Қасым мен Хақназар, Тәуекел және Есім хандар Қазақ мемлекетінің құрамына Сырдарияның орта шеніндегі қалаларында сауда-саттықпен қатар қолөнер саласын дамытты. Жеті жұрт өткен жер ретінде құрметке ие болған Түркістан Қазақ хандығының астанасына айналды. Қалай десек те, кейіннен өзгенің қолында қалған аймақтарды жаудан азат етіп, өзінің саяси тәуелсіз өңіріне қосу арқылы Ноғай ордасынан Сарыарқа даласын қайтарып алу Тәуке мен Әбілқайыр және Абылай ханға бұйырды.
Өйткені тап осы жерлердің хандық кезеңдерде тарихи тұрғыдан өте жоғары маңызға ие еді. Ал уақыт өте келе Қазақ хандығының билік ету аймағы Маңғыстау жартаралына дейін жетті. Ал соңғы 100 жылдықтағы Қазақ мемлекетінің территориясы Ертістен Жайыққа дейін және батыстағы Каспий теңізінің жағалауын да қамтыды. Сонымен қатар, мемлекеттік құрылымдағы негізгі тетік мемлекетшілік, ішкі көш белсенді қалыптасып, сыртқы саяси тұрғыдан дамуға зор серпін берді. Мұның басты ерекшелігінің бірі, өз орталарында жайлауға көшіп өмір сүруге бейімделгендігінің өмірлік тәжірибесі басқарудың жақсы бір тетігі болды. Сондай-ақ өз араларындағы саяси ерекшеліктерінің белгісі болып табылатын хандар мен старшиндардың мөрлері, орталық және жергілікті биліктегі сайлау институттарындағы демократиялық жүйесінде түрлі қиындықтар тудырды. Қазақ хандығында 7 жарғы заңдар жинағы қабылданды. Оның негізін қалаушылар ел ішінде зор құрметке ие, танымал ойшыл әрі 300-дің өкілдері Төле би мен Қазбек би және Әйтеке би негізін құрады. Мемлекет ішкі құрылымдық тұрғыдан да өзгеріске ұшырады. Абылай хан Қазақ мемлекетінің астанасы Орданы Ақмола өңірінің аумағына көшірді. Бұл жерді ұлы қолбасшы кездейсоқ таңдамады. Оның бай тарихы біздің эрамызға дейінгі 2 және 5000 жылдықтар аралығындағы сонау көне замандардағы ботай мәдениетінен бастау алады. Біздің сол замандарда өмір сүрген ата-бабаларымыз өзінен кейінгі ұрпақтарына бағалы мәдени мұра және қазақтың сенімді серігі ретінде жылқы жануарын қалдырған. Ғалымдар неолит дәуіріне жататын қолға үйретілген үй жануарына жататын жылқыларға мінуі бүгінде біздің халқымыздың бостандығының белгісіндей қабылданады деп есептейді. Ал оны өз территориямыздың аумағындағы Ақмола өңірінде өмір сүрген бабаларымыздың жүзеге асыруы көп жайттан хабардар етсе керек. Әбіл Мансұрдың көрегендік саясаты осы өңірден бастау алады. Қазақстанның территориялық тұтастығын сақтауда Көкше баурайы Абылайдың ата қонысына айналды. Осы жерде 300-дің басын қосып, ұлтты үйістіра отырып, күш біріктіріп жоңғарларға тойтарыс берді. Сөйтіп қазақ халқының ұлы жеңісіне қол жеткізді. Сонымен қатар, Ақмола өңірі өзінің көне әрі бай мәдени және тарихи жәдігерлерімен айрықша. Табиғи ерекшеліктерге толы бұл аймақ сауда жол желісінің сан алуандығы және саяси келіссөздер жүргізіп, тарихи шешімдер қабылдауда қолайлылығымен құнды. Ұлы жібек жолы бағытының бойында қазақтардың ауыз әдебиеті шығармашылығы кең қанат жайды. Олардың қатарында эпикалық үлгідегі батырлар жыры мен әлеуметтік тұрмыс салт жырлары, әдет ғұрып өлеңдері мен ертегілер бар. Абылай ханның осындай өңірді қазіргідей Ақмола облысын айқындауы бірден бір рухани бай әрі мәдени мұралы аймақ. Күні бүгінге дейін мұнда көптеген тарихи ескерткіштер кездеседі. Оның әрбірінің өзіндік тарихы бар, өзіне тән аңызға бергісіз терең мазмұнға ие. Бүгінде Қазақ хандығына қатысты сондай тарихи жәдігерлердің бірі сирек кездесетін және ерекше ескерткіш Көкше тауларының баурайындағы Абылай ханның гранитті тағы болып келеді. Жалпы түп тамырын тарих қойнауының тым тереңнен тарайтын бұл аймақтың шежіресі ресми түрде 1868 жылдың 21 қазанынан бастап жүргізіле бастады. Қазақ хандығының құрылуы мен дамуында бұл өңірлер өте маңызды рөлдерді атқарды. Мұны көптеген тақ мұрагерлерінің ұрпақтан ұрпаққа қалдыруы дәйектей түседі. Ал Ақмола облысы сауда көліктік желісінде әр заманда да зор маңызға ие болды. 19 ғасырдың өзінде бұл аймақ Қарқаралы мен Аңқау және Көкшетау бекінісін Бұқара мен Ташкенттен шыққан сауда керуендерінің негізгі жиналар орталығы қызметінде атқарды. Сондықтан да тарих құрылуында бұл өңір ең негізгі қатысушы аймақтардың санатында. Қалай дегенменде, ол оңай жол болған жоқ. Қазақтың соңғы ханы Кенесары мен оның жақтастарына жасалған опасыздықтан кейін Қазақ хандығы Ресейге бағынды. Дегенмен бостандыққа ұмтылу мен мәңгілік тәуелсіз болуға тырысу рухы Қазақ халқының қан тамырында сонау Жәнібек пен Керей құрған хандық кезеңнен қалған. Қазақ хандығының негізін қалаушылар ұрпағының бүгінгі жетістігін көрсе, таңданған болса керек. Қазір қазақ елі әлемнің геосаяси картасынан ойып тұрып орын алып, ұлттық мемлекеттілігін нақтылады. Әсіресе Сарыарқа төсінде Абылай хан сайланған соң, бұл өңір Еуразия жүрегіне айналды.
Ендігі жерде Ақмола облысы сан тарау бағыттардың түйісетін ортақ нүктесі. Сауда желілері мен дипломатиялық қатынастар арқылы мәдениет алмасуда және экономикалық дамудың жаңа түрі туризм саласын дамытуда да зор мүмкіндіктерге ие. Ең бастысы, тәуелсіз қазақ мемлекетінің елордасы Астана қаласы осы облыстың нақ ортасында орналасқандығында жатыр. Ұлы көшпенділер ұрпақтары өз халқының тағдыр тарихын атадан балаға мирас ретінде қалып келе жатқан басты байлығы жердің қадірін сезініп, оны бағалай біледі. Және ата-баба қанымен ғана берілер мұндай қасиеттерді ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бойынан көрініс береді. Өйткені қазіргі кезде мемлекет басшысы қазақ хандығының негізін құрушы сұлтандар мен ұлы бабалардың дәстүр салтын, саясатын қайта жаңғыртуда. Атаңызға айналған Керей мен Жәнібектің, жеңімпаз Абылай ханның және көреген саясаткер Нұрсұлтан Назарбаев сынды көшбасшылардың көздеген түпкі мақсаттары ұлтты қорғай отырып, өз халқын жақсы өмір сүруге бастау және халықаралық деңгейде елдің жағдайын одан сайын жақсарта түсу болды. Олардың әр қайсысы өз кезеңдерінде әр қазақтың көңіліне сенім ұялата отырып, халықтың ұлттық рухын жаңарту арқылы, оның таным түсінігі мен рухани құндылықтарын, мәдени тарихи дәстүрлерін дәріптей білді. Бұл жыл Қазақстан үшін ерекшелікке толы. Өйткені елімізде жыл 12 ай бойы қазақ хандығының құрылуына 550 жыл ерекше леппен атап өтіледі. Сондықтан да алдыңғы толқын аға буын өкілдері өзінен кейінгі ізбасарларына арнап, тәрбиелік мәні зор естеліктер қалдырады. Себебі ұлы қайраткерлердің жүріп өткен өмір жолы мен атқарған еңбектерін халықтың, әрбір ел тұрғынының біле жүруі көп нәрсеге тікелей байланысты болып келеді. Өйткені тарихта ұсақ түйек деген ұғым жоқ. Кез келген адамның тағдыр талайында өзіне тән із қалады.